Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы арендер, гомологтық қатары, изомері, номенклатурасы. Арендердің құрылысы мен алынуы. Бүгінгі сабақтың мақсаты оқушыларға ароматты көмірсутектер жайлы түсінік беру. Арендердің құрылысы, гомологтық қатары, изомерлері және атауларын түсіндіру, алыну жолдарын үйрету. Күтілетін нәтиже. Оқушылар ароматты көмірсутектерге сипаттама бере алады. Бензолдың құрылысын, гомологтарын құрастыру, оларды атауды үйренеді. Заттың құрамы мен құрылысы, қасиеттері арасындағы өзара байланыстың себептерін түсінеді. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийлері және дескриптор. Бүгінгі сабақ бойынша сіздер ең жоғарғы балл 18 балды жинай аласыздар. Ароматты көмірсутектерді ертеде өздеріне тән хош иісіне байланысты ароматты көмірсутектер деп атаған. Бірақ кейін келе олардың барлығында өзіне тән жағымды иіс бола бермейтінін білгендіктен оларды арендер деп атайды. Сонымен, арендер дегеніміз не? Арендер молекулаларының құрамында бензол сақинасы бар, жалпы формуласы CnH2n-6 болатын карбоциклді көмірсутектер. Арендердің ең қарапайым мүшесі бензол, молекулалық формуласы C6H6. Арендердің басқа қанықпаған көмірсутектерден айырмашылығы бромды сумен және калий перманганатының ерітіндісімен әрекеттеспейді. Бензол молекуласының құрылысы. Барлық көміртегі атомдарының сигма байланыстары мен пи электрон тығыздығының біркелкі бөлінуі нәтижесінде едәуір берік және бәрі бірдей ароматты байланыс түзіледі. Суретке назар аударыңыздар. Бензол молекуласының пи электрон тығыздығының біркелкі бөлінуі, бензол молекуласында сигма байланыстардың түзілу сызба нұсқасы, бензол молекуласының масштабты және шар өзекті модельдері көрсетілген. Бензол молекуласының сутек атомдары көмірсутек радикалдарына алмасқанда бензолдың гомологтары түзіледі. Оларды метил бензол, этил бензол, пропил бензол деп атайды. Бензолдар гомологтарын атау үшін қалыптасқан тривиалды атаулар қолданылады. Метил бензолды толбол, диметил бензолды ксилол, изопропил бензолды кумол, винил бензолды стирол деп те атайды. Молекуласында бірнеше радикалдары бар қосылыстарды атау үшін бензол сақинасындағы көміртек атомдар нөмірленіп, қосылысты атағанда орын басушылардың орны сандар арқылы көрсетіледі. Арендердің алынуы негізгі 3 жолмен жүреді. Бірінші, тас көмір шайыры мен мұнайды фракциялап айдап алады. Сонымен қатар, мұнайды өңдегенде және көмірді кокстегенде түзілетін газдарды синтездеу арқылы да алынады. Екінші, ацетиленді белсендірілген көмір қатысында қыздырып бензол алатынын өткен тақырыптан білесіздер. Үшінші, арендерді циклогексан мен оның гомологтарын дегидрлеп алуға болады. Орыс химигі Селинский мұнайдың құрамындағы циклогександы өлшіткілер қатысында 300 градус температурада дегидрлеп бензол алды. Арендердің физикалық қасиеттері. Бензол ароматты көмірсутек, түссіз, қауіпті, өзіне тән иісі бар буланғыш сұйық зат. Балқу температурасы 5,5 градус Цельсия. Қайнау температурасы 80,1 градус Цельсия. Судан жеңіл және онымен араласпайды. Буы ауамен араласып қопарылғыш қоспа түзеді. Еріткіште, эфирлерде, спиртте, ацетонда, сірке қышқылында ериді.
бензол буымен үнемі дем алу адамда анемия және лейкемия сияқты аурулар туғызады. Арендердің химиялық қасиеттері. Бензол ядросы едәуір тұрақты болғандықтан бензолға орынбасу реакциялары тән, яғни галогендермен орынбасу реакциясына түседі. Бензол қосылу реакцияларына қиын түседі. Тек қатты қыздырғанда немесе ультракүлгін сәулелерінің әсерінен және өршіткі қатысында бензол қанықпаған қасиет көрсетіп, сутекті галогендерді қосып алады. Және тотығу реакциясы. Бензолдың өзі тотықтырғыштардың әсеріне өте тұрақты. Қалыпты жағдайда бензол калий перманганаты ерітіндісін түссіздендірмейді. Ал бензолдың гомологтары біркелкі оңай тотығады. Арендердің қолданылуы. Арендерді негізінен пластмасса, каучук, дәрі-дәрмек, еріткіштер, бояулар және басқа да талшықтар жасауда қолданады. Бүгінгі сабақта өткен термин сөздерді дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бүгінгі сабақтың бекіту тапсырмалары. Бірінші тапсырма. Әліпби желісі әдісі арқылы сабақты қорытындылау. Бүгінгі өткен тақырыптан әліпби тәртібімен негізгі сөздерді тауып жазу. Екінші тапсырма. Мына қосылыстардың құрылымдық формуласын және атауын жазу. Үшінші тапсырма. Есептерді шығару. Төртінші тапсырма. Бір сөйлеммен түйіндеу әдісі. Өткен тақырып бойынша білімін түйіндейтін бір сөйлем жазу. Үйге тапсырма. Бірінші. Арендер ережесін жалпы формуласын жаттау. Екінші. Төмендегі айналуларды орындауға мүмкіндік беретін химиялық реакциялардың теңдеулерін жазыңдар. Үшінші тапсырма. Есепті шығару. Төртінші тапсырма. Шығармашылық жұмыс. Тақырып бойынша эссе жазу, немесе сөз жұмбақ, ребус құрастыру. Рефлексия. 3-2-1 рефлексия парағы. Аты жөндерімізді жазамыз, сабақтың тақырыбын жазамыз. Және бірінші, сабақта есімде қалған 3 факті. Екінші, сабақтан үйренген 2 қызық нәрсе. Үшінші, сабақ бойынша бір сұрақ. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.